Сәлем, алдарыңызда қазір мен ойнап беретін әнімнің аты «Отаным» әнім. Тақырыбы осылай. Ендеше бұл әннің қазірше мен 2 бөлімін орындап беруге қарай шамам жетеді. Ары қарай 3-ші бөлімін орындауда хордың сүйемелдеуімен, үлкен оркестрлердің сүйемелдеуімен орындалады деген жоспарымыз бар. Сондықтан 3-ші бөлімін орындауға менің әрине шамам келмейді. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге сіздер тамашалаңыздар, көріңіздер, болмаса хабарласыңыздар, алам деушілер болса, ендеше қазір сіздерге мен орындап берейін, тамашалаңыздар. Өзіңмен ғана бақытты күндерім, байтақ отаным, өзіңмен біргемін. Өркендеп міне құлпырдың гүлдедім, отаным мәнім айтылар жыр еді. Шайнадым, желбіреп байрағым, көріндім әркез биіктерден. Бірліктен таймадым, бозылмай қаймағым, жаралған сенің дарға Қазағым дара, намысты тектеліп, өткізген талай өмірдің өткелі. Егемен елдің еңселі көгінде, қырым самғап, гүлімдер көкте күн. Жадырап шайнадым, желбіреп байрағым, көріндім әркез биіктерден. Бірліктен таймадым, бозылмай қаймағым, жаралған сенің дарға Әрине бұның жалғасы бар, әлі 3-ші бөлімі бар. Бұның 3-ші бөлімін жаңа басында айтып өттім. Орындау өте қиын, себебі оған хордың 4 дауысы кетеді. 4 солистің 4 түрлі дауысымен орындалады аяқ жағы. Үлкен бұл финалдыған болғасын, аяғына әрине мен жалғыз дауыспен және фортепианомен ғана жай түсіндіріп бере алмаймын. Сондықтан бұған ұсыныс жасаушылар, қызығушы адамдар болса, маған хабарласыңыздар. Тағы да өзгертетін жері болса, мүмкін болса, өзгертіп нетуге барлығына болады. Себебі бұл өзімнің авторлық өлеңім болғандықтан. Хабарласыңыздар.